Сәлеметсіздер ме? Шығыс Қазақстан облысы Ұржар ауданы Ұржар колледж коммуналдық мемлекеттік мекемесінің физика пәнінің оқытушысы Шеннер Мадина Ивановна. Қоғамдық гуманитарлық бағыт бойынша физика пәні. Сабағымыздың тақырыбы электронның ашылуы, Рентген мен Беккерельдің ашқан жаңалықтары. Сабағымыздың мақсаты катодтық сәулелердің не екендігін қасиетін түсінеді, ғалымдардың электронның ашылу барысындағы еңбек жолдарын түсінеді, Рентген мен Беккерельдің ашқан жаңалықтары туралы ұғынады. Электронды Кембридждің Кавендиш физикалық зертханасында 1897 жылы ағылшын физигі Томсон ашты. Ирландық физик Джон Стони 1890 жылы бұл бөлшекті электрон деп атады. Электрон грекше янтар деген мағынаны білдіреді. Томсон газ разрядын зерттеуді Крокус түтікшесінде жүргізді. Бұл екі ұшына электродтар дәнекерленген шыны баллон. Осы электродқа жоғары кернеу берілгенде түтікшеде разряд пайда болады. Ауасы сорылған түтікше арқылы электр тоғылы өтетіндіктен катодтан анодқа электрон зарядын жеткізетін қандай да бір тасымалдаушылардың бар екені анық. 1879 жылы мұндай тасымалдаушылардың теріс электродтан оң электродқа ұшатын бөлшектер екені тағайындалды. Оларды кезінде катодтық сәулелер деп атады. Томсон катодтық сәулелер теріс зарядталған бөлшектің электрондардың ағыны болып табылатынын дәлелдеді. 1897 жылы 29 сәуірде атом құрамына кіретін бірінші элементар бөлшек электрон ашылды. Электронның электр зарядын 1910-1914 жылдары американдық физик Роберт Милликен өлшеді. Оны элементар заряд деп атады және де Е әрпінен белгіледі. Электронның электр заряды 1,6 көбейтілген 10-19 дәрежесі кулонға тең. Электронның массасы 9,1 көбейтілген 10-31 дәрежесі килограммға тең. Бірінші элементар бөлшекті электронды ашуға мүмкіндік беретін бөлшектің заряды мен оның массасының қатынасын шамасын анықтаған үшін 1906 жылы Томсон Нобель сыйлығын алды. Ал Милликен 1923 жылы электрон зарядының шамасын өлшеген үшін Нобель сыйлығын иеленді. 19 ғасырдың соңындағы эксперименттік зерттеулерден қазіргі заманғы физиканың жаңа кезеңі басталды. Оған Рентген мен Беккерельдің ашқан эксперименттік жаңалықтары негіз болды. Беккерель өзі ашқан сәулелердің шағылмайтынын және сынбайтынын тағайындады. Олар рентген сәулелерінде заттардың еркін өтеді. Сонымен қатар Беккерель уран шығаратын сәулелердің температураға, жарықтандыруға және уақытқа да тәуелді емес екенін байқады. Бұл сәулелердің табиғатта бұрын ашылмаған жаңа құбылыс екені айқын болды. Бұл құбылысты ашқан үшін Беккерельге Нобель сыйлығы берілді. Беккерельдік сәулелердің ашылуы рентгендік сәулелердің ашылуынан кем емес дүрлігу тудырды. Бұл құбылыс көптеген ғалымдарды қызықтырды. Біршама уақыттан кейін көрнекті ағылшын ғалымы Резерфорд Беккерель ашқан сәуле атомдарының ыдырау нәтижесінде пайда болады деген болжам айтты. Рентген мен Беккерельдің ашқан жаңалықтары бойынша интернет желісіне жүктелген видеороликті назарларыңызға ұсынамын. 1895 жылы Вильгельм Рентген үдемелі электрондардан құралған катод сәулелеріне зерттеулерін жүргізген. Теріс зарядталған катод жоғары температураға дейін қыздырылып, электрондардың ұшып шығуына әсер етеді. Кейін осы электрондар катод пен оң анодтың арасында орналасқан электр өрісімен үдетілді. Ауадағы атомдар мен электрондар арасындағы соқтығыстарды болдырмау үшін тәжірибе шыны вакуумдық түтікшенің ішінде жүргізілді. Электрондар оң анодтарға үдетіліп, вакуумдық шыны түтікшенің қабырғасына түседі. Нәтижесінде ол флуоресценцияға ұшырайды. Рентген шыныны электрондармен атқылаудың әсерінен болған. Сонымен қатар түтіктен
түгелімен алынбаған қалдық газдың себебінен болған бұл жарықтануды жойғысы келіп, түтікті қара қағазбен жауып тастады. Бірақ та, түтіктің алдыңғы жағында қойылған барий платина цианидпен қапталған экранда бұрынғыдай флуоресценцияны байқауға болатын еді. Сол зерттеулердің негізінде ол сыртқы жаққа шыға алатын қандай да бір құпия сәулеленудің көзі бар деген қорытындыға келді. Бүгінгі сабақ бойынша қысқаша мәлімет алған болсаңыздар, және де интернет желісінен жүктелген қысқаша видеороликті көрген болсаңыздар, қорытынды сұрақтарға жауап береміз. Катодтық сәулелердің жылдамдығын өлшеу үшін Томсон қандай әдістерді пайдаланды, және де Беккерел мен рентген сәулелерінің ұқсастығы мен айырмашылығы неде? Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет, сау болыңыздар.